Емтиханды қалай жақсы тапсыруға болады? Енді өзіңіз білесіз, жыл санап машина үйренгісі келетіндердің саны да көбеюде. Емтиханнан құлап қалып жатады деген сияқты. Емтиханды енді біріншіден емтиханды тапсырған кезде теория жағын болсын, практика жағын болсын да ешқандай не жоқ, айырмашылығы жоқ. Екеуінен де асықпау керек. Бірінші сабырлық сақтау керек. Өте сабырлы болып, одан кейін теорияны жақсылап меңгеріп алу керек. Автомектептен инструктормен автодромда және қалада жүргізу сабақтарын көбірек алып, оқып, толық меңгеру керек. Және емтихан кезінде барар алдын бірінші толық жол жүру ережелерін меңгеріп, және бағдаршам қалай жұмыс істейтінін, бұрылыс қалай жасалатынын соның барлығын меңгеріп, одан кейін барғанды дұрыс деп. Көбінесе жаңағы қателікке қоса кететін болсам, көбінесе көп келетін маған оқушылар, жаңағы олар келеді да асықсыз жасайды. Өте көп асығады. Бір сабақтан үйреніп кете аламын, бір сабақ алып барып тапсыра саламын деп сөйтіп қателік жасайды. Сондықтан көбісі құлап жатады сондай жағдайда. Барлығы тез үйренгісі келеді, бірақ тез үйрену мүмкін емес. Кейде ғана болады, 100-ден 1-і ғана мысалы өздері өмірінде көлік айдамаған болған өзінде кейде болады, оларды бір сабақтан үйреніп кетеді тез. Жақсы меңгеріп болады. Ол адамның қабылдау қасиетіне байланысты.